Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 15-ші сабақ. 56-шы жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Жылы жүрек, тәтті тіл, берекені берер біл. Ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесің тапсаң, жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Шәкәрім Құдайбердіұлы, өлеңнің авторы. Өлең не туралы? Ат қой. Өлең әдептілік пен жұмсақ сөйлей білу, сабырлы болу туралы. Ал ат қоятын болсақ, мысалы, сабыр мен сөйлеу мәдениеті, немесе жылы жүрек пен тәтті тіл, және де жұмсақ сөйле, сабыр сақта деп ат қойсақ болады. Екінші, антонимдік тіркестерді табу. Берілген тіркестер: жылы жүрек, антонимі суық жүрек. Тәтті тіл, антонимі ащы тіл немесе қатты тіл. Ащы сөзді, антонимі жұмсақ сөзді. Тәтті сөзді, жұмсақ айт, антонимі қатты айт. Үшінші тапсырма: ащы сөзді тіркесін алмастырып айту. Дөрекі сөзді, қатты сөйлейтін, қатыгез сөзді, қатқыл сөзді деп алмастырып айтуға болады екен. Төртінші сұрақ: араларында дөрекі сөйлейтін балалар кездесе ме? Мысалы жауап: иә, кейде кездеседі, бірақ біз оларға ренжімей, сыпайы сөйлесіп, қатесін жұмсақ айтып түсіндіреміз. Бесінші, өлеңді жатқа жаз. Мұнда сен оны дәптеріңе көшіріп жаттап алуың керек. Алтыншы, досыңның қатесін түзету үлгісі. Өлеңнің соңғы екі жолы: қатесін тапсаң, жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Сол бойынша досыңа былай айтуға болады: меніңше, сен мына сөзді дұрыс айтпадың, мүмкін оны былай айтсаң дұрысырақ болар еді. Бұл тапсырманы былай орындасаң дұрыс болар еді деп ойлаймын. Мақсаты ренжітпей, жылы сөйлеп, түзету. 57-ші жаттығу. Мысалды түсініп оқы. Үстел үстінде радио мен теледидар қатар тұратын. Үй ішіндегілер теледидарды қызықтайтын. Радионың бұған қатты намысы келетін. Сен келдің де мен ескерусіз қалдым дейтін ылғи. Теледидарды атарға оғы жоқ еді. Ал ол болса бұған еш ашуланбайтын. Екеуміз кезек сөйлейік дейтін. Мен сөйлеп болған соң сен сөйле. Көрсетемін кезекті деді. Радио қатты ашуланып, тапқан екенсің ақымақты. Сөйтті де теледидардан қосыла сөйлеп, оны мазақ ете бастады. Тыңдап отырған иесі радионы өшіріп тастады. Мәтін мазмұны бойынша теледидар мен радионы салыстыра сипатта. Қайсысының іс-әрекетін дұрыс емес деп есептейсің? Неліктен? Екеуін салыстыратын болсақ, теледидар тыныш, ашуланбайды, кезекпен сөйлеуге келіседі. Ал радио ренжиді, намыстанады, ашуланып теледидарға кедергі жасайды. Радионың іс-әрекеті дұрыс емес, ол ашуланып теледидарды мазақтады, кезекпен сөйлеу ережесін сақтамады және де үй иесіне кедергі келтірді. Неліктен? Өйткені ол ашуланып шу шығару мәселені шешпейді. Сабыр сақтап кезек күту дұрыс мінез. Радионың мінезі салдарынан оны өшіріп тастаған болатын. Келесі 58-ші жаттығу. Мәтіндегі ақыл-кеңес қай кезде қолданылатынын айт. Өзге адамдардың сөзіне рұқсатсыз араласпаған жақсы. Ал ол соншалықты қажет болса, кешіріңіз немесе ғафу етіңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын, сөзіңізді бөлуге бола ма? Деген сөздермен сөйлесіп отырғандардан рұқсат сұраған жөн. Бұл әдептілікті білдіреді. Мәтіндегі өтіну әдеп сөздерін қатыстырып, порталасымен диалог құра. Мәтіндегі ақыл-кеңес қай кезде қолданылады? Бұл ақыл-кеңес басқалар сөйлесіп жатқанда, олардың сөзін бөлу керек болған жағдайда қолданылады. Егер айтатын сөзіміз өте маңызды болса және сөйлесіп отырған адамның рұқсатын алып, әдеппен араласылу керек. Екінші тапсырма: өтіну әдеп сөздерін қатыстырып диалог құрастыру үлгісі болатын.
Диалогтың үлгісі. Айдана мұғалімге қарап: кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін деп тұрмын. Мұғалім: айт, Айдана. Айдана: маған бұл тапсырманы қайтадан түсіндіріп бере аласыз ба? Мұғалім: әрине, қане, бәріміз бірге қарап шығайық, немесе порталасыңмен диалог. Әли: сенің сөзіңді бөлуге бола ма? Меруерт: айта бер. Әли: маған сызғышыңды бере тұршы, өтінемін. Меруерт: міне, ал. Мына үлгіні дәптеріңе жазып, жаттап алуға болады. Мұғаліммен диалог немесе порталасыңмен диалогты құрастырдым. 59-шы жаттығу. Көңіл-күй лебіздері. Олардың атауын сәйкестендір. Алғыс: Алла разы болсын, рахмет, көп жаса, өркенің өссін. Құттықтау: құттықтаймын, тілеймін. Сәлемдесу: аман саумысыз, сәлем, ассалаумағалейкум, сәлеметсіз бе. Қошемет, қостау, таңдану: жаса, айтқаның келсін, керемет, жарайсың қызым, немесе ұлым. Келісу: әрине, мақұл. Қоштасу: сау бол, келесі кездескенше. Ал тапсырмаларымыз түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңдар.